Ай балалар, сендер осы мағжанды бетке қақпаңдар. Осының түбінде жігіт боп шығады. Елге қадірін білдіреді. Атын шығаратын осы, өз атын, менің атымды осы шығарады. Сендер баланың бетіне қақпаңдар, оқытыңдар. Бұл ұлт ақынының атасы Жұмабайдың айтқан екен. Шынымен де, Бекеннің 9 баласының ішінен Жұмабайдың атын мәңгі тарих еткен Мағжан болып шықты. Мағжан қазақ баспасөзінің 21 ғасырда кеңестік қазақ баспасөзінің неме еді? Іргесін қалаушылардың бірі. Шолпан деген атпен басылып шыққан алғаш өлең жинағынан бергі Мағжан Жұмабайдың барлық шығармалары сол заманда да бүгін де өзектілігін жоғалтқан емес. Өйткені ол қазақ поэзиясына өзіндік өзгеріс әкелген ақын. Мағжанның поэзиясында ұлттық рухани тұрғысынан қарағанда, онда сопылықтың да, зар заман дәуірінің де, Абайдың да, орыстың символистері мен футуристерінің де ықпалы бар. Яғни ол өзінің көркем болмысымен қазақ поэзиясын бір ғасырға алға жылжытып, көркем ойлау жүйесін, көркем қабылдау жүйесін жаңа бағытқа төңкеріп кеткен. Ұлтжандылығы сол кеңес үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған кездің өзінде одақтың бас қаласындағы университетте қазақ балаларына қазақ тілін оқытты. Бұл туралы белгілі ғалым Есенбай Кенжебаев өз естеліктерінде жазып кеткен. Біз бірсыпыра қазақ жастары 1922 жылы Москвада Күншығыс еңбекшілерінің коммунистік университетіне оқуға түсіп, бірінші курста барлық сабақты өз ана тілімізде оқыдық. 2 жыл бойы негізгі сабақтардың бірі ретінде қазақ тілі мен қазақ әдебиетін үйрендік. Сонда бізге қазақ тілі мен қазақ әдебиетін бір жыл әйгілі қазақ ақыны Мағжан Жұмабаев оқытты. Бостандық туы Ақжол газеттерінде жарық көрген туындыларындағы ұлтжандылық пен халықтың мұңын айтқаны сол кездегі билікке жақпағаны анық. Оның үстіне Мағжан Жұмабай Алаш партиясының белсенді мүшесі болған еді. Сонысы үшінде қудаланды, бірнеше рет қамалды. Сондай қудалаулардың бірінде Ташкент асып кетіп, бір қатар қазақ зиялыларымен бірге болғанда. Осындай қиын кезде де мұқалмай, тіпті Батыр Баян поэмасын жазған. Бұл ақынның күрескерлігін айқындай түседі. Мағжанның елім деген бір ауыз сөзі жеткілікті. Оның түрмеде берген жауабы және тағылған басты айып Алқа әдеби үйірмесін құрды дейді. Ал Алқа әдеби үйірмесі әдебиет программасы. Иә, Мағжан осы ұстанымынан таймай кетті. Қазақ тілі, қазағым деп жырлап, мен жастарға сенемін деп ұрандай болған мәңгі үндеуі де ұмытылмас мұраларының бірі. Жұмабайдың өлеңдерінің дені қуғын сүргін кезінде өртеліп, жойылып кеткен. Інісі Сәлімжанның жары, Бибізайып Бекенованың жатқа айтқаны бойынша, солардың 100-ге жуығы бізге жетіп отыр. Алдандым, алжастырдың, аңғарттандым. Ақылсыз аңқау басы маңдадың ба? Қимас дос қыспақты боп жылаттың ба? Қайғымен қан жұтқызып сұлаттың ба? Қасіретті қасапшының ешкісіндей құрыміліп құдыққа құлаттың ба? Құбылдың, қойқыл жыдың құртқа дүние, қызықпаймын десем де шыдаттың ба?